Сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал егер видео ұнап жатса, лүпіл басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай жүп-жұмсақ, тәп-тәтті болып шығатын пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ерекшелігі ашыған сүтпен немесе айранмен жасалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын ала ашыған сүтімізді немесе ашыған айранды, сосын жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды, тұз, ас содасы және ұнымызды алдын ала дайындап аламыз. Сонан соң ыдысымызға бірінен соң бірін салып, жақсылап араластырып, сонан соң ұнымызды салып, жүп-жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамыр илеу барысында осындай қатты күрекшені пайдаландым. Қасықпен де пайдалануға болады. Сонан соң қолымызға жабыспайтындай халге жеткенде қолымызбен қамырымызды илеп дайындап аламыз. Біркелкі етіп илеп болғаннан соң қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң тындырылған қамырымызды алып жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен астына үстіне ұн сеуіп, жұқа етіп жаясыздар. Қалыңдығы шамамен 1-2 мм болуы керек. Одан асып кетпеуі қажет. Әйтпесе ол қалың болып піспей қалуы мүмкін. Қамырымызды жайып болғаннан соң, оны бокалдың көмегімен немесе домалақ форманың көмегімен кез келген ойып, домалақтап шығасыздар. Сонан соң қамырымызды майлыққа теріп шығасыздар. Сонан соң ортасын осындай кондитерлік насадкамен ойықтап, қамырларды алып тастайсыздар. Сонан соң бетін жауып 20 минутқа демалдыруға қоясыздар. Қызып тұрған пешімізге керекті мөлшерде сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Сонан соң жай отта пісіресіздер. Қатты болып кетпеу керек, әйтпесе пончиктеріңіз күйіп, арасы піспей қалуы мүмкін. Ең төменгі қызып тұрған пешімізде эмальді ыдысымызға глазурымызды дайындап аламыз. Айта кететін жайт, глазурымызды ыстық күйінде қолдануға болмайды. Суытып барып қолданыңыздар. Сонда әп-әдемі болып жағылады, ағып кетпейді. Мен бетіне осындай посыпкаларды қолдандым. Ал егерде ондай болмаса, кәдімгі қант ұнтағын бетіне сеуіп қойсаңыздар болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша әсемдесеңіздер болады. Ал менің балаларымның ең сүйіп жейтін тәттілері бұл пончикилер. Ал енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Төменде көрсетілген Instagram парақшама да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Салтанат. Қош, сау болыңыздар.